Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен бүгін эфирімді Сириядағы Башар Асад биліктен тайдырылған бәріміз білеміз. Ал соның ішінде, мысалға, ол қазір Ресейден баспана алғанын да естіп жатырмыз. Ең бастысы Түркияның кейбір ақпарат құралдарында жарияланған, ол жай ғана мысалға Путиннен баспана алғаннан бөлек, ол Мәскеуге 135 миллиард доллар Сирия елінің ақшасын ұрлап, Мәскеуге алып кеткен деген ақпарат тарап жатыр. 135 миллиард доллар. Осындай ақпаратты айтып кету керек. Әрине бұл әкесімен бірге есептегенде 54 жыл Сирияны билеп төстеген. Бұл 135 миллиард деген ол мүмкін нәрсе. Тағы да ақпарат құралдары оны айта жатар. Бұл өз алдына. Тағы да бір ақпарат құралдарының тарағанына қарағанда, қазір бүкіл солтүстік орталық барлық, мысалға, негізгі билік Хаят Тахрир аш-Шам ұйымына өткен, оның басшысының бірі Мұхаммед Аль-Джулани дейді. Джулани деген ол біз Голан биігі, Голан таулары дейміз ғой. Сол арабша Джулани деп аталады. Джулани таулары. Бұған қарағанда ол бұл өзінің атау емес, аты емес, ол кейін алған аты. Сонда ол мақсат Голланд биігін немесе тауларын қайтарып алу жөнінде де мақсат бар деген не болуы мүмкін. Ал Голланд биігін, мысалға, 67 жылдан бері Израиль аннексиялап алған жерлер көпшілігі. Оған қоса, мысалға, қазір Хаят Тахрир аш-Шам билікке келгелі қолына алып жатыр, тәртіп орнатып жатыр. Мысалға, тонаушылық, адам өлтіру, соның бәріне тыйым салынған, оның діни сеніміне қарамай әрбір адам, бәрі Сирия азаматтарына қиянат жасалмауы керек, бейбіт тұрғындарға деген ұстанымды ұстап келе жатыр. Ал енді бұл көптеген елдер оң көзқараспен қарай бастады. Себебі діни сенімге, көзқарас бостандығына қиянат келтірмесе, ол көптеген елдер оны мойындайтын жағдайға да келетін болатын, мысалға. Ал бұл Сириядағы тұрақтылық орнатуға да мүмкіндік туар еді. Ал бірақ та қазіргі соңғы бүгін 2 күн болды ма, 2 күннен де асты. Израиль қарулы күштері Биньямин Нетаньяхудың бұйрығы бойынша Голланд тауларына, Голланд биігіне Израиль әскерлері кәдімгідей баса көктеп кірді, бүкіл нені контрольға алды. Голланд тауларын ар жағындағы жазығына дейін, Сирияның астанасы Димашқ қаласынан 20 шақырым жерге келіп тоқтады. 20 шақырым. Осы 73 жылғы соғыста Израиль әскері шабуылдағанда Дамаск қаласынан 40 километрге тоқтаған болатын. Бұл жолы
20 шақырым жер, 20 километр жерге дейін тоқтаған. Және де ол жай ғана әскер кіргізген жоқ, бүкіл мына Сирия өкіметіне қарасты бүкіл ана қоймаларды, одан кейін ана әскерилердің орналасқан жерлерін, қару-жарақ орналасқан жерлерін бәрін жаппай ана бомбылап жатыр. Ұшақтар бірінен кейін бірі ұшып қонады, қайтадан атқылайды. Сондай тұрақты түрде бүгін 3-ші күн бомбылап жатыр. 2 күн ол анық. Және ана нелеріне дейін ана разведка дейді ғой, сондай штабтарының бәрін бомбылап жатыр. Одан кейін ана Сирия өкіметіне қарасты әскери кемелер, барлық сондай ұшақтар, ана бронетехника, танкілер, одан кейін зеңбіректер орналасқан жерлердің бәрі бомбылап жатыр. Оның сондағы мақсаты мына көтерілісшілердің қолына өтпеу керек деген мақсат қойып отыр. Сонда Израиль оны бұлай түсіндіреді. Бұл Израильдің қауіпсіздігі үшін қажет деп. Ертеңгі күні мысалға мына Джулани билікке келсе, ол ана Израильге қарсы соғыс ашу мүмкін деген мақсатта соның алдын алу, оған ешқандай ана Башар Асадтан қалған қару-жарақ бұйырмасын деген мақсат қойып отыр. Сол бұлайша айтқанда ковровый бомбардировки дейді ғой, соны өткізіп жатыр. Бүкіл Сирияның қай жерде қандай қарулары бар, мысалға ол ұшақ болсын, ол тікұшақ болсын, артиллериялық қондырғылар, барлық бронетехника, кемелер, барлығын бомбылап тастаған. Әлі де бомбылап жатыр. Бұл әрине жақсы хабар емес, әрине. Алдында олардың мысалға Аль-Джуланидің де басқа да мына сол Хаят ат-Тахрирдің басшылары біз тек қана неге қарсымыз деген, мына режимге қарсымыз, Башар Асадты құлату керек, сол негізгі мақсат соны қойған болатын. Израильге қарсы ешқандай қарсы не сөз айтылған да емес. Бұл енді ана Сирияның болашағына әрине қандай болады, немен аяқталады, өте болжау қиын. Бұл ана Израильдің бір қазіргі жаңадан құрылып жатқан билігіне достық несі жоқ екенін көрсетті, оған жаулығын көрсетті. Болашағы қалай болатын әлі өте болжау қиын. Осындай жағдайды да айта кету керек. Енді Сирия мысалға өкіметі құлады, оның бүкіл мұрасы бұларға қалмау керек деген мақсат қойып отыр Израильдің негізгі. Осындай оқиғалар болып жатыр. Енді Сирияның Башар Асад құлағаннан кейін мысалға бұл үлкен соққы болды. Мына Иранға қарсы соққы болды. Иран жақтас мысалға прокси деген Иранды не қылатын топтар, мысалға ол ливандық топтар, ой қайсы еді солардың бәрі мысалға соққы болды. Және де Ресейдің де мысалға империалистік несіне үлкен соққы болды, абыройына соққы болды. Мына бүкіл таяу шығыс Африкадағы ол сол жердегі базасы, мысалға әуе күштерінің базасы бар, және
кеме порттары мысалға. Соның бәрі енді болашағы бұлыңғыр болып қалды. Мысалға қазір Ресей әскерилерін ешкім атқылап жатқан жоқ мысалға. Бірақ о жерде әскери соғыс базалары қала ма, қалмай ма, Башар Асадпен келісім шарт бойынша ол базалар 2059 жылға дейін бұлай неге берілген болатын, арендаға. Ал енді оны мысалға қазіргі жаңа өкімет бұза ма, бұзбай ма, ол да белгісіз. Әрине оны қалдыру екі талай, оған мүдделі ешкім жоқ. Мысалға батыс елдері болса да, Сирияның жаңа өкіметі де ондай Ресейдің әскери соғыс базаларының болуына ешкім мүдделі емес. Бірақ Ресей қазіргі ақпарат құралдарының таратуы бойынша мына келіссөздерді жүргізуге тырысып жатыр. Мысалға өздері Хаят Тахрир аш-Шамды террористік ұйым деп жариялап қойған, ал енді олармен тіл табысуға тырысып жатыр. Егер Хаят Тахрир аш-Шамды қазақшаға аударатын болсақ, ол Хаят деген өмір, Тахрир деген бостандық, аш-Шам деген ол Сирияның тарихи атауы, Шам елі деген. Сонда Шам еліне, немесе Сирия еліне бостандық, өмір бостандығы деген, өмір деген ғой, өмір бостандығы Шам еліне. Солай аударылады. Міне осындай нені де айта кеткен жөн болады. Сирияның негізгі болашағы бұлыңғыр, және орыс Ресей ақпараттары тағы нені көлденең тартып жатыр. Келіссөздер қайтадан жанданса дейді. Астана форматында 22 келіссөздер өткен болатын. Мысалға Ресей, Түркия, Иранның қатысуымен. Ал енді Астана форматы ол ешқандай мағынасы жоқ, қажеті де емес. Оны мысалға біздің Тоқаевқа неге меңзеп отыр, соны көтерсе дегендей. Қазір бұл жерде Иран мен Ресейдің енді бітіретін ештемесі жоқ. Олар ондай келіссөзге қатысатын жөні де жоқ. Ары берден кейін бейбітшілік үшін енді бұл жерде кімдер болу керек? Түріктер, Израиль, одан кейін араб елдері, Катар бола ма, Біріккен Араб Әмірлігі, Сауд Арабиясы ма, міне солар өздері осындай кездесулер өткізсін ары берден кейін. Бірақ жаңағы Астана форматы дегенді ұмыту керек. Оған біздің билік ешқандай не жасамау керек. Тағы ұмытып барамын, Ресей депін ғой, Израиль бүкіл Голланд биігіне тауларын түгел оккупациялап алды. Дамаск қаласынан 20 шақырым жерде тұр. Ал енді біздің о жердегі сол Голланд биігіне орналасқан Біріккен ұлттар ұйымының мандаты бойынша патрульдік полиция енді о жерде не бітіреді? Шошқа таңлай ма мысалға? Ертеңгі күні ол соғыс басталып кетсе, бір рота солдат, ол солдат та емес, патрульдік полиция айтып едім ғой. Оларды не күтіп тұр мысалға? Бір жағы ол палестиналық босқындар лагеріне орналасқан. Кунейтра қазір Израильдің қарамағында, соның бақылауына өтіп кеткен барлық жерлер. Ресей бүкіл сол Голланд төңірегін Кунейтра нелерін, соған қарасты жерлердің барлығын бақылауға алып алды. Енді сол о жерде Қазақстан жасағын ол осы қаңтар, ақпан айынан бері айтылып келе жатқан елге қайтарылу керек. О жерде бітіретін ештеме жоқ. Одан кейін Солтүстік Африкада да осындай
жасақтар бар, 300-ге жуық Суданда. Олар да қайтуы керек. Ол жерде де соғыс өрті басталып кетуі мүмкін. Ол жерде патрульдік полиция рөлін атқаратын ештеме жоқ. Ол кәдімгі Қазақстан қарулы күштеріне еш қатысы жоқ. Міне осындай жағдайлар болып жатыр. Ешқандай Астана форматын көтерудің қажет емес. Оған қарсылығымызды білдіреміз. Сол Қазақстан жасақтары елге қайтарылсын. Міне менің қысқаша айтайын дегенім осы. Оған қосымша бұл Сириядағы соғыстың негізгі себебін де тоқталып кетейін. Ол жерде мысалға кезінде 2000 жылдарды неше түрлі жобалар болған. Мына Сауд Арабиясының, Біріккен Араб Әмірлігінің мұнайын, мысалға Сауд Арабиясы, одан кейін Иордания, Сирия, Түркиядан ары қарай Европаға кәдімгі құбыр арқылы тарту. Ресей құбырын жүргізді ғой, мысалы мұнайына да, газына да. Және Катарда ең көп газ қорлары бар. Катардың газында солай Сауд Арабиясы, Иордания, Сирия, Түркия арқылы тарту. Ол егер сол кезде ол тартылғанда Ресейдің мұнайының да газының да керегі болмай қалар еді. Сол Сириядағы соғыстың негізгі себептері сол болатын. Ресей соларға болмас үшін, мысалға Башар Асадты қолдады, Башар Асад ондайға қарсы болды. Ирак арқылы жүруге келмейді, онда тұрақсыздық ылғи. Сириядағы сол негізгі соғыс, қақтығыстардың, қайшылықтардың себебі сол түп тамыры сонда жатыр. Енді мысалға ол жерде бейбітшілік орнау, ол да өте күрделі мәселе. Себебі мына кімнің Катардың газы ол көбінесе не арқылы жүреді? Кемелер арқылы, кәдімгі сұйытылған газ, ол сұйытылған газ, кәдімгі флот, үлкен флот қой мысалға. Соның лоббистері әрине оны газ құбырын тартылуға мүдделі емес. Мұнай таситын танкерлердің флоттарының да мүддесі мұнай құбырының тартылуға олар да мүдделі емес. Сол себепте мысалға Сирияда бейбітшілік орнатуға мүдделі емес топтардың да күштері соған ықпал жасауы әбден мүмкін. Ал мысалға Америкада сол екі топ та бар. Сол жерден мұнай, газ құбырын өткізуге мүдделі топтар да бар, қарсыластар да бар. Енді оның қайсысы басым болады, Европада да қандай күштері басым болады, оны бір Құдайға белгілі. Оны көре жатармыз. Әзірге айтарым осы, мысалға Сириядағы, Судандағы қазақ жасақтары елге тездетіп оралсын. Ол жерде соғыс басталып кетсе, ол жерде қазақ жасақтарының патрульдік полициясының істейтін ештемесі жоқ. Олар ешқандай соғысқа арналған жасақтар емес, олар тек қана қаладағы, ауылдағы тәртіп орнататын кәдімгі полициялық жендеттік рөл атқаратын ғана жасақтар. Ондайлар, ондай соғыс қимылы жүріп жатқан елде бітіретін ештемелері жоқ. Осы енді осыны таратыңыздар, комментарий жазыңыздар. Жазылмағандар болса, менің YouTube арнам 3 айдан жаңасып бара жатыр, соған жазылыңыздар. Лайктарыңызды қойыңыздар. Лайк көбірек қойылған сайын таралғаны да жақсы болады. Қош сау болыңыздар, эфирде кездескенше.